Бірінші сұрақ 12-ші жаттығу. Зарядтарын өзгертпестен теріс зарядталған металл шардың көмегімен басқа шарды қалай зарядтауға болады дейді. Енді мына жерге суретін салып қойдым. Мына екінші шар бізде теріс зарядталған. Ал бірінші шар зарядталмаған, яғни бұның заряды бейтарап деген сөз. Бейтарап дегеніміз оң және теріс зарядтары өзара тең деген сөз. Бұнда зарядтар бар, бірақ та өзара тең. Мысалы, егер теріс зарядтары көп болса, ол теріс зарядталады, немесе оң зарядтары көп болса, оң зарядталған болып саналады. Енді бұл бірінші шар бейтарап болғандықтан, мына жерде теріс зарядталған шарды тегізбейміз, бірақ жақындататын болсақ, ондағы оң зарядтардың барлығы мына теріс зарядқа қарай тартылады. Міне 3 заряд болса, 3 заряд тартылады. Ал мына жақ шетіне теріс зарядтар жиналады екен. Енді біз қолымызды әкеп, мына жерге былай тигізетін болсақ, осы жерге тигізетін болсақ, біздің денеміз электр зарядын өткізетін өткізгіш болып табылады. Ол денеміз арқылы өтіп, ары қарай жерге қарай беріледі екен. Сонда ары қарай екеуін ажырататын болсақ, бір шар оң зарядталған, екінші шар теріс зарядталған болып табылады екен. Міне жауаптарын барлығын жазып қойдық. Келесі екінші есеп. Теріс зарядталған металл шардың көмегімен екі бірдей шарды зарядтары тең, бірақ таңбалары қарама-қарсы болатындай етіп зарядтауға бола ма? Қалай зарядтауға болады дейді. Енді мына жерге суретін салып қойдық. Міне суреттен қарап отырғандай бірінші шар теріс зарядталған. Енді осы теріс зарядталған шарды мына қызыл түспен берілген екінші шарға тигізбей жақындататын болсақ, онда бұның зарядтары жаңа бірінші есептегі сияқты бейтарап қой. Бұның бейтарап дегеніміз оң және теріс зарядтары өзара тең деген сөз. Бұның жаңағы оң зарядтардың барлығы, бұл жаңағы теріс заряд екеуі бір-бірімен тартылғандықтан мына жақ шеттеріне жиналады екен. Сәйкесінше теріс заряд мына жақ шетке жиналады екен. Енді біз оған мына үшінші шарды тигізетін болсақ, онда мына үшінші шар теріс зарядталады екен. Жанастырдық қой. Бұл металл шар болғандықтан металл шарлар ол өткізгіш болып табылады. Сонда мынаның зарядының барлығы беріледі де мына жаңағы шарға қарай кетеді екен. Екінші көк түсті үшінші шарға қарай кетеді. Сонда соңында сурет мынау теріс зарядталған болады екен, мынау оң зарядталған болады екен. Екеуін ары қарай бір-бірінен ажырататын болсақ, екі шар әртүрлі зарядталған болып табылады екен. Келесі номер 3. Электрленуге келтірілген мысалдарды пайдалы және зиянды деп екіге бөліңдер дейді. Енді мен бірінші зияндыны жаздым. Найзағайлы бұлттардың жиналуы, киімдердің электрленуі, қозғалтқыш қайыстарының және тасымалдағыш жолақтарының электрленуі, тоқыма өнеркәсібінде талшықтардың электрленуі. Енді пайдалысы: өнім беттерін сырлағыш пультпен сырлау, егу құм қағазын дайындау, электрофильтрмен ауаны тазарту, электр көшіргіш құрылғысында баспа материалдардың көшірмесін жасау, жайратқыштың әсері.